Өлшеулі өмірде артына өшпестей із қалдырып кететін адамдар болады. Сондай жандардың бірі Өскенбай Шаримов. Ол 1952 жылы 14 қарашада бұрынғы Жымпиты, қазіргі Сырым ауданына қарасты Аралтөбе ауылында дүниеге келген. Біздер 5 бала болдық семьямызда. Со 3 қыз, 2 бала. Үлкен ағамыз деген атамыздың қолында тәрбиеленді, Егінбай деген. Сосын Өскенбай. Содан кейін барып мен болдым. Содан кейін Камила деген сіңлім болды, сосын Ақмыншақ деген сіңлім бар. Менен кейінгі сіңлім 20 жасында қайтыс болды. Авариядан. Әкеміз ерте кетті дүниеден. Ан жақта бір ескі үйіміз болды. Ол жақта енді қазір үйлер жоқ, құлап қалды. Енді мына 74-те осы үйді бізге жаңағы совхоз берді, ағама берді. Өскенбай ағамыздың өзі жоқ болса да, өз қолымен отырғызған терегі тұр. 7 баласы дүниеге келген баспанада бәз-баяғы қалпында. Балалық шағын бірге өткізген жора жолдастарының көбі қазір қалаға қоныс аударған. Олардың сөздерінен өткен шаққа деген ерекше сағынышты, өздері өскен деп еркелеткен абзал азаматқа деген айрықша құрметті байқауға болады. Достары ешқашан ұмытылмайтын тәтті естеліктерді сағаттап айтуға бар. 7 оқимыз бе екен, 6 оқимыз бе білмеймін сол шама. Ана ырғақшананың әгілеуін алып сап, бәріміз жаңа сайдан түстік қой бір-екі раз. Давай дейін трамплиннен секіреді деп ырғақшананы сындырып сатып алдыңғы жағын. Соған көкесі Марқов әйде бәріміз сатқа қуып қамшылап. Сондай қызықты оқиғалар болды. 8 бітіргеннен кейін жаңағы Жымпитыға, аудан ғой Жымпитыға, сондағы Сапатуға тракторист, машинист оқуға кетті. Оқты жылдарым, соны оқып шыққаннан кейін, сосын автошколға кетті. Шопыр болып, бензовоз 57-10. Сонымен жаңағы май тасып, бригадаларға заправкаға барып, шетіп жүрді. Опыт алғаннан кейін бір халқиды бар еді ауылда. Сол халқидың алды. 90-дардың шамасында уже ол звено ашты жаңағы. Крестьянский хозяйство ретінде сияқты. Бригадир болды, егіс екті. Содан кейін Касимсотқа шығып кетті. Комбайн айдады, масқара алғыр болды енді. Ақкөңіл, аңқылдаған, жүрегі ашық сондай адам болды ғой. Ол ешқашан ренжуді білмейтін. Біздер бір компанияда болдық. Көп болдық, бір 20 шақты адам парларымызбен. Өскенбай ылғи ұйымдастырып жүретін. Туған күн жылына 2 рет тойлайтын едік. Ол жаңағы керек кезде бүгін мен туған күнім келіңдер дейді. Осы бәрінің ортасында, осы жігіттердің ортасында бір фотоаппарат болды. Сол жаңа фотоаппаратты бүгін ананың туған күн деп жаңа сылтау керек қой енді. Жаңа фотоаппаратты алады да соған апарат. Келесіде өл үйден алып анаған апарат. Өскенбай марқұм Касимсот айдап жүргенде бүкіл ауылдың қарын көріп игеретін еді. Алпамысты алып шыққанда сол екеуміз жаңағы бәлнеске неге бардық районға. Сол айқайлайды, ана балаң кімге тартқан, маған тартқан ба, мына тұрарға тартқан ба дейді, ойнап ана жоғарыдан. Сөйлесіп тұрмыз, сосын қашан шығарады дейді. Сосын бір-екі күннен кейін шығарады дейді, сол маған айтты, тәуел екеумізге сендер енді кіндік шеше болып алып шығасыңдар дейді. Сол алып келіп айту тойлап сол. Құрдастарының жолдастарымен қатты ойнаушы еді. Бір күні келе жатырмын. Сосын Касимсот дірілдейді. Ол қайда келе жатыр, Өсекең бе екен? Ай, ол қатты ойнайды ау. Қалай қарай жолдың жанына шығып кетсем екен деп. Ол мені танып келе жатыр екен. Содан бір үйдің қасында жыра бар еді. Соның қасына жете бергенде тез жетіп келді. Мен жаңа жыраға қалай түскенімді білмей қалдым, басып кетеді деп. Сосын жыраға түсіру екен ойы. Сосын күліп келіп айтып жатыр, ішерің ауырған жоқ па? Мен сенімен ойнап нетіп едім деп. Жырада жатып, жоқ, ештерім ауырған жоқ деп айтып жатырмын ғой. Бір күні Өсекең қайда кетті, аштап кейін деп сұрама, ол деген жаңағы Оралға біздің ұзақбайға алып кетті. Батыр есебінде дейді, мен түсінген жоқпын, ол қалай екен деп. 91-де казак чоптарымен көтеріліс болғанда нән жігіттерді алып кетті ауылдан. Сонда Өскенбайды да бірге алып кетті. Ұлт жол сондай бір дос жаранға жақсылық істегісі келіп тұрады. Ер азамат еңбегімен еленет, халықтың құрметіне бөленет. Түрлі техникаларды тізгіндеп, 20 жылдан астам жемісті жұмыс істеген Өскенбай Шаримов
інілеріне үлгі бола білді. Аралтөбе ауылының байырғы тұрғындары оның көңілі баладай, пейілі даладай болатын, атқарған игі істері өте көп еді деп сағына еске алады. Ол уақытта енді 5 жылдықтың жоспарымен қорытындылайды, награда береді. Әрбір 5 жылдықтың озат механизаторы болып саналды. Комбайнмен өте алғыр еңбек етті. 12 мың, 13 мың центнерден астық бастырып, алдыңғы қатардан көрінді. Оның бәрі үлкен, жауапкершілікті үлкен міндетті талап ететін жұмыстардың бірі ғой. Бәріне де араласты. Касим соттың дөңгелегін ауыстырудың өзі оңай емес. Соның шебері болды. Еңбегі зор, әлі есімізде, күні кеше сияқты. Алты К700 болды. Сол К700-на мен наводчик болдым. Сол Өскенбай деген жігіт енді кішкентайынан сол К700-ға мінді. К700 айдады. Таңертең 5-те тұрып бригада кетеміз. Соған жұмыс басталады. Сол науқан, посевіміз бар, уборка бар, бәріне қатынасып, бірде жұмыстан қалған жоқ. Өте еңбекқор болды. Тумысынан қайсар, бойы мен сойы қатар келіскен Нартұлғалы азаматты күрес өнері ерекше қызықтырды. Боз кілемде жасындай жарқырап, талай менмін деген жігіттердің жауырын жер ескетті дейді жақын досы Ғалиасқар Қайырғалиұлы. Сол той топырларда күресіп жүріп, ауылдың ауданның жаттықтырушыларына көздеріне түсіп, сол облыстық чемпион да болды ол еркін күрестен. Республикаға жібереміз деген совхоз директор жұмысқа кісі жетпейді деп жібермей қалды. Мүмкін ол республикаға барса арғай спортпен кетіп қалар ма еді. Көрші тұрдық, жақсы үй болып араластық. Біздің тұңғыш қызымыз бен тұңғыш қызы оның дүнияға келді. Содан кейін жаңағы Самал дейтін қыз болды. Соныменен осы күнге дейін балаларымыз араласып дос. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған, сөзі мен ісі сәйкес келетін азамат Ақұштаптай арудың көңілін таба білді. Екеуін табыстырған өмір жолы, ал таныстырған сол баяғы еңбек майданы болатын. Бригадада мен повар болып жүргенде сонда таныстық екеуміз. 74-ші жылы таныстық. 75-ші жылы екеуміз ота оқыдық. Балдарына жақсы әке болды. Алпамысты деген жымпиды да босанып алып келатқанда Жұмасу деген кіндік шешесі болды. Сонда деген мәшинемен алып келатық, Ербол деген күйеу балам екеуміз. Алпамысты мен алдым да ананы фургонның ішіне салып қойды. Анау деген фургонның ішіне жалғыз өзі жымпиттен келгенше кейдің үстіне домалап кетті. Сол есінде қалды енді. Сондай бауырмал, елгезек, ештеңе аямайтын еді еш уақытта да. Адамгершілік мол. Ол өтірік айтпайды. Жиын тойдың өте сәні болды ғой шіркін. Есі танып билейтін еді, ақтыр көккері шығып кәдімгі. Ол билемей отырмайды. Сосын мына достардың арасында өте беделді болды. Өскенбай айтты ма, заң бізге. Мә, Өскен айтты ма деймізде жақсы болды. Көне қоямыз соған. Шалқып тұрып, қолын жайып тұрып өлең айтатын бұл Ақжайықты айтқанда кәдімгі. Ақжайығым айдай ару мекенім, жылқысындай сағынышпен жетемін. Туған жердің ажары мен айбары, Ақжайығым сені мақтан етемін.
Қадыр Мырзалиевич айтсақ, бұл өмірге адамдар жылап келіп жатады. Жылайтұғын себебі адамдар бар қинайтын. Бұл өмірден адамдар жылап кетіп жатады. Жылайтұғын себебі адамдар бар қимайтын. Таңертең жұмысқа кетті ғой енді. Ол уақытта завсорг тоқышта жұмыс жасайды. Давление болып тұр ғой. Әйтеуір машинасын кілтін сөндіріп жүрген скоростьта тұр. Машина жолдан да әйтеуір барып тоқтады ғой. Қонақ шақырады саға. Сосын әдетте қазақта баяғы үйреніп қалдық қой. Төменгі жаққа неге отырамыз, жаққа асып кетпейік. Бізден үлкен жігіттер және компаниясы. Ербол мұндай кел дейді. Мұндай кел дейді. Қолынан ұстап, мынадан ұстап, өзінің жағына, төр жағына шығарып жібереді ғой. Отырушыды қозғалма дейді. Семьясы аман есен болсын, басқа не айтамыз енді. Қазақта әкең өлсе де, әкеңнің көзін көрген өлмесін деген мағыналы сөз бар. Өскенбай ағамыз өмірден өткен соңда достары Шаримовтар шаңырағына жиі келіп тұрды. Қолдарынан келгенше қолдау көрсетіп, Ақұштап апамыздың жабырқаған жанына демеу болды. Ана балдардың бәрі кішкентай, алды ғана тек оқуда, қалғандары мектепте. Ақұштапқа өте қиын болды. Бірақ біздің достарымыз қыста қарын аршып беріп жүрді, малына шөбін апарып беріп жүрді. Біздің достарымыздың достығына ештеңе жетпейді. 10 жігіт болды. 10 жігіттің ішінде қазір 5 бар. 5 дүниелік болды. Менің жолдасым Өскен, Екпін, Болат, Гемалай. Просто қимайсың да өмірді. Сол достарымның арқасында әйтеуір 7 баланы өсірдім, оқыттым, бәрі жан-жаққа кетті. Алмас деген әкесінің жолын қуған шопыр. Балдарының өз қолдары өз аузына жетіп, семья құрып, қыздары өріс болып өріп, солардың жиендерді көріп, немересін ата деген дауысын естісе, соның бәрі енді өкініш қой. Бір несінде көре алмай кетті. Ешқандай. 3 немерем бар өзімнің. 9 жиенім бар. Қазір мен енді бақытты жемін балдарымның ортасында. Өскенбай Шаримов 41 жасқа қараған шағында көз жұмды. Уақыттан озған жүйрігі жоқ. Абзал азаматтың жерге түскеніне де 30 жыл толып. Адам ұрпағымен мың жасайды. Артында қалған ұл қыздары әке абыройын өмір бойы асқақтата бермек.